Қысқасын айтқанда, ауыл. Сәрсенбі күні көзімді ашып қалсам бір үйдемін. Терезеге қарасам бір ауылдамын. Қасымда досым бар болды. Ол маған сен кімсің деді. Менің атым Нұрболат, сенің атың кім болады? Атым Бержан, ал мынау інім Мержан. Сөйтіп жүріп досыммен танысып кеттім. Әжетханаға барғым келіп кетті. Досымнан әжетхана барма дедім. Ол маған жоқ, біз тас дәуірінде тұрамыз деді. Ойнап айтамын деп бір туалетке ұқсас сасық жерге әкелген. Есігін ашып қалсам бір үлкен тесік тұр екен. Оған мен не істеймін? Қайта жоқ бірдеңе істейді екенмін ғой. Мен өз шаруамды бітірдім. Енді суын қалай жібереді екен? Сол уақытта досым келіп қалды. Ал мен туалетке сол кезде су жіберіп отырдым бутылкамен. Ол маған сен не істеп тұрсың деді. Мен оған туалетке су жібермейсіңдер ме? Сасып отыр ғой дедім. Ол маған мыжымай шықшы деді. Мен шықтым. Біз екеуміз тамақ ішіп алдық. Бауырсақ, шай. Тамақ ішіп болғаннан кейін мен ұйқыға кеттім. Ұйықтап жатқан кезде мені Бержан оятады. Ол маған тез киін деді. О, наконец-то қыдырамыз. Мен оған қай жаққа кетіп бара жатырмыз дедім. Ол дым үндемеді. Мен әдемі киімді киіп алдым. Ол маған шеш деді. Окей, онда жалаңаш барам. Ол маған қумай жаңа киіміңді киші деді. Мен сол киімді кидім. Кейін екеуміз бір жаққа бара жатырдық. Іш пысқаннан влог түсіріп бастадым. Сәлем достар, мен какой-то бір ауылдамын. Негізі мен қаланың баламын ғой, просто не зафиг очередь ойнап кеттім ғой. Полиция шақырамын ау деймін. Не ол тіпті қырсыны бақырай отыр ғой. Бержан мені бір жерге әкелді. Қай жер мұның? Біз ішіне кірдік. Ол маған тазала деді. Мен қораға кірдім десем де болады. Буквально. Мен қораны тазаладым. Тауықтармен общение ұстадым. Тауықтардың, оказывается, понятиелері бар екен. Мықты әңгімелерді айтып шықты. Ал Бержан бүкіл дәрігерлерге звондап шықты. Себебі мені шизик деп ойлап жүр. Қуады ау деймін осылар. Қораны тазалап болғаннан кейін мен тағы да ұйқыға кеттім. Наконец-то. Тағы да біреу оятты. Oyata бермеңші. Ол Бержанның інісі болды. Оған не керек тағы? Ол маған тамақ берді. О, рахмет, сау. Ол маған соны итке бересің деді. Ну окей. Итке бардым. Ит маған қарады. Мен итке қарадым. Ол маған абалады. Походу бірдеңе айтқысы келіп тұрған секілді. Мен де оған абаладым. Ол тынышталып қалды. Бәсе, мінезінде көрсетпей өтіп маған. Бір қарап қалсам Бержан інісімен бір жаққа кетіп бара жатырды. Мен де олардың аттарына ердім. Біз неше түрлі жерлерден өттік. Ақырында бір өзенге ма, көлге ма келдік әйтеуір. Екеуі шешініп бастады. Пацаны, вы чё? Мынаған түсініп тұрсыңдар ма? Олар түсіп бастады. Ну окей, мен де түсем. Бәрі нормально болды. Бірақ мен суға жүзіп білмеймін ғой. Мен суға батып бастадым. Ана екеуі мені судан шығарды. Мен қақалып ояндым. Ауыл деген керемет қой. Қысқасын айтқанда, ауыл.